Құдай мені қисық қып жаратса да, алдымнан ылғи жақсы командирлерді кездестірді. Кешегі Омком взвод Редин, полковник Коваленко, комбриг Дотоль, генерал Панфилов осындай өзгеше жандар еді. Олардың алдында Емельянов, Дубовик, Бархан тәрізді ұстаздарым тағы болды. Редин өлгенде бірге туған інімнен ажыраған іспеттендім. Коваленкодан ажырағанда ағамнан, Дотоль кеткенде әкемнен айырылғандай болып едім. Ал Панфилов опат болғанда інім, ағам, әкем шу қатар өлгендей күйге түстім. Көп күйзеліп шымнен көптен. Чистяковпен жүздескеннен кейін қатты тебіреніп қайттым дедім ғой, рас. Панфилов өлгенде мен өзімді де дивизияында бақытсыз екен деп ойладым. Ол ойда ұзақ жүрдім. Оққан оттың ішінде жүрген 2 ай аз уақыт емес қарағым. Енді міне дивизияға командир болып Чистяков келді. Жоқ, біз бақытсыз емес екенбіз деген қорытынды жасадым. Солдаттың бақыты дегеннің не екенін түсінесің ғой сен. Ол командирден қатын әпер демейді, пәтер сұрамайды, немесе менді кандидат не доктор етіп, ақшамды көбейт, қызметімді жоғарлат демейді. Оған тек қана бейіл, ықылас, адамгершілік қатынас қажет. Қатесі болса, қатты айтқанға солдат ешқашанда ренжімейді. Бірақ кемшілігімді қорламай көрсет дейді. Бұйрығыңды дұрыстап беріп, өлімге айдасаң да жылы қабақпен жұмса дейді. Міне оның бақыты осы. Ал командирін шын сыйлаған солдат жаудан жеңілмейді, өлімді де жеңіп шығады. Өйткені оның бойында бұйрықтың күші ғана емес, ар мен ұяттың, командирге қолбасшыға деген сүйіспеншіліктің күші қоса жүреді. Бұл жеңіс үшін аса қажетті фактор. Уворовтың, Кутузовтың, солдаттарының жеңімпаз болуының негізгі себебі осында жатыр. Ал жүздеген, мыңдаған жауынгерге өзіңді жақсы көрдіру оңай емес қарағым. Оған ең алдымен ақыл, қайрат, адамгершілік қажет. Ал енді мен саған дивизияға Чистяков келген кездегі жалпы жағдайды айтып түсіндірейін. Мұны жазасың ба, жазбайсың ба өзің біл. Автор айта беріңіз Бауыржан. Өзің білесің, Ұлы Отан соғысының алғашқы дәуірі күрделі екі кезеңге бөлінеді ғой. Оның біріншісі 1941 жылдың июнь-ноябрь айлары. Бұл Совет армиясының стратегиялық қорғаныс жасай отырып, фашистердің Совет одағын тұтқиылдан талқандап жібереміз деген жоспарын күл-талқан етуі. Гитлер армиясының емес, оның жоспарының күйретілуі түсінікті ме? Екінші кезең 1941 жылдың декабрь мен 1942 жыл апрелінің арасы. Бұл біздің әскерлеріміздің қарсы шабуылға шығып, басқыншыларды батысқа қарай тырқырата қуған шағы. Міне, осы екі кезеңде де біздің дивизия белсене атсалысты. Алғашқысында оны генерал Панфилов, соңғысында генерал Чистяков басқарды. Панфиловтың жаңағы нөмір 014 бұйрығына байланысты әңгімелер сол бірінші кезеңнің Москваға қарап шабынып бой бермей келе жатқан қаңтардың қара бурасын тізеден тірсектен ұрып тоқтатып, оны шөгуге мәжбүр еткен кездің оқиғалары. Картадан хабарың болса көзіңді сал. Баукең таяғын алып, қабырғада іліл тұрған жалпақ картаны нұсқады. Мынау үлкен жұлдыз ғой Москва. Біздің 7 майданымыз Москваға иығын тіреп тұрып жаумен шайқасты. Олар Ленинград, Волхов, солтүстік батыс, Калинин, батыс, оңтүстік батыс, оңтүстік майдандары деп аталды. Неміс әскерлер осы 7 майданға қарсы 3 топқа бөлініп шабуыл жасап келе жатты. Олар солтүстік армияларының тобы, орталық армияларының тобы және оңтүстік армияларының тобы деп аталды. Бір кезде Наполеон Россияға шабуыл жасағанда осындай 3 бағытты белгілеп алып, егер Киевті құлатсам, онда Россияны аяғынан алғаным, егер Петербургты басып алсам, онда басынан жұлмалағаным, ал Москваны алсам, онда Россияның жүрегін шұқып жегенім деген еді. Гитлер тұтқиылдан соның үшеуін де бірден алып, Наполеонға ұқсаймын немесе ұстазымнан да озып түсемін деп ойлады. Мысықтың көзін ашпаған баласы арыстанға қандай ұқсаса, Гитлер де Наполеонға сондай ұқсайды деп Сталин оны тірі күнінде өлтіріп салған болатын. Міне, Москваға 35 шақырым қалғанда біз тізеден соғып тоқтататын қара бура Гитлерді Наполеон дәрежесіне көтеруге тиісті сол орталық армияларының тобы еді. Онымен қатар оңтүстік пен солтүстіктегі ана екі бурада жеткен жерлеріне шөгіп қалды. Ендігі міндет бұл шөгіп жатқан есірік бураларда түрткілеп орындарынан тұрғызып,
бастарын кері бұрғызып келген жақтарына қарай айдау еді. Айдағанда сойыл шоқпарды үстіне салып, олардың енді кейін бұрылуға мұршасын келтірмеу қажет болды. Сойыл шоқпар деп отырғаным бомба, снаряд, мин екені түсінікті ғой. Міне бұл міндет ең алдымен ағайынды 9 батыр тәрізді советтік 9 майданның шөгіні. Батыс командашысы Жуков, Калинин командашысы Конев және оңтүстік батыс командашысы Тимошенко майданына жүктелді. Бұлар қарсы шабуыл жасап, жауды Москва түбінен желкелеп қууға әзірленді. Бұл үш майданның қарамағындағы армияларда 800 мыңға жуық адам, 6808 зеңбірек пен миномет, 782 танк және 545 самолет болды. Ал Москва түбіне келіп тірелген жаудың адам саны біздікінен 1,25 есе, танктері 2,2 есе, зеңбірек пен минометтері 2,1 есе, ал самолеттері 1,7 есе көп болатын. Оның есесіне біздің әрбір солдаттың көкірегінде жауға деген түпсіз өшпенділік, отанға деген мәңгілік махаббат, командирге, қолбасшыға деген шексіз сүйіспеншілік бар еді. Орысша мұны ненависть, любовь и преданность деп атайды. Бұл үшеуіне жаудың ешбір қаруы тең алмайды, және ешбір жау көкірегінде осы үш өзгеше қаруы бар солдатты ешқашанда жеңе алмайды. Жаздың ба? Менің үш топқа бөлініп, Москваға қарай ұмтылған жау әскерлерін кісіге қарай шабатын құтырған үш бураға, біздің 9 майданды 9 батырға теңеп, және басқа да нақылдар шығарып айтып отырған себебім, менің оқушыларыңа нүктірек болсын дегенім. Әйтпесе бұл тұсың кафедрадан оқылған кезекті лекция сияқты көңілсіздеу болады. Кеттік сөйтіп, біздің әскерлердің Москва түбіндегі қарсы шабуылы 1941 жылдың 5-6 декабрінде басталды. 1942 жылғы январдың басында Москва түбінен басталған бұл қарсы шабуыл Совет армиясының жаппай шабуылына ұласты. 9 батыр түгелдей білекті сыбанып тастап, немістерді оқпен осып, отпен үйтіп, бомбамен желкелеп келген жағына қарай қуды. Ол кездегі жағдайға жалпы шолу осы. Осы тұста генерал Чистяков келіп біздің дивизияның тізгінін қолына алды. Өйтіп біз Қарабураны қаумалап кейін қарай айдап келе жатырмыз. Қарабурада бұрынғы хал жоқ. Москва түбіне келгенде бейттің құлағындай серейіп тұрған екі өркеш майысты. Қыршаңғы болғандай әр жерінің жүні де түсе бастады. Кешегі жер сызған шудадан желкілдерлік ештеңе қалмады. Онда да ол артынан келе жатқандарға айбат шегеді. Кейде кісіге жынын шашып тоқтап қалады. Кей күндері қарс шөгіп жатып алады. Екі көзі шатынап, бері сақырлап, қозғалмастан қатып қалады. 2-3 күн әуреленіп, оны орнынан әрең тұрғызамыз. Қайткенмен бураның аты бура емес пе, тақап барсаң тарпып тастай, алдынан өтсең шайнап жүреді. Москваға тақау келіп, өмешесі құрып, сіресіп жатқан жауды біздің әскерлер қуатты соққымен декабрьде желкелеп кейін қарай қуғаннан кейін, дәл күш жинап, қатарда жауынгерлер қабылдап үлгерген біздің дивизияны Чистяков қабылдай сала, Валдай қаласына бастап келді. Біз Батыс майданынан ортадағы Калин майданының белін аттап өтіп, солтүстік Батыс майданының қарамағына келдік. Осы жерде жаңадан жасақталып жатқан 2-ші гвардиялық атқыштар корпусының құрамына кіріп, жауынгерлік тапсырмалдық. Командование 8-ші гвардиялық дивизияға осы арадан жау шебін бұзып өтіп, қалың жаудың ортасына үңгілеп кіріп ілгері баруға бұйрық берді. Бұрын жау бет алдымызда ғана болушы еді. Енді 4 құбыламыз тегіс аранын ашқан дұшпан болды. Оның үстіне қылт еткен қараңды көрсе, неміс құзғындар қаптай ұшып келіп, бомбамен төбеңнен және құйғазады. Біздің міндетіміз жау қоршауында 100 километр шабуыл жасап, алдымен Старая Руссаны немістерден босату. Одан соң тағы 100 километрге ырғып, Холмды. Өйтіп біз үлкен қаптың ішіне кірген жолбарыстай боп, алға қарай жылжып бара жаттық. Бұл қолыңа қылыш ұстап, жолдағысын жайпап, құжынаған жыланның ордасын қақ жарып өтумен пара-пар еді. Қаптаған жаудың қалың ортасына кіріп алып, шабуыл жасап, ілгері басу ешбір елде, ешбір тарихта болмаған оқиға.
Осы аса жауапты міндетті жоғарғы бас командование қаһарман 8-ші гвардиялық дивизияға жүктеді. Бұл жорық бізге оңайға түскен жоқ. 40 градус қылшылдаған аязда орман ішіне үйілген омбы қарды белуардан кешіп отырып, немістерді бекініп жатқан жылы орындарынан қозғау оңай болып па? 200 шақырымға созылған бұл жорық Суворов әскерлерінің Альпі тауларынан асуы немесе Кутузовтың Бородино шайқасынан кем болған жоқ. Онау Балтық теңізінен Қара теңізге дейін созылған ұлан асыр майданда Совет армиясы құрамаларының алдынан неше алған ауыр асулар кездесті ғой, оған ешкімнің дауы жоқ. Ал Валдай, Старая Русса, Холм жорығы біздің 8-ші гвардиялық дивизияның өз Альпісі, өз Бородиносы болды. Тіпті ол бүкіл Совет армиясының Альпі Бородиносы болды деп батыл түрде айтуға тұрады. Олай болса, дивизия көлеміндегі біздің кішкентай Суворовымызда, Кутузовымызда генерал Исюковтың өзі болды. Бұл сөзді мен жағымпазданып айтып отырғаным жоқ. Қазір ол кісі отставкада. Мен армиядан кеткелі әлде қашан. Несіне жағымпазданайын? Және осы уақытқа дейін ешкімге жағымсынып көрген емеспін. Мен сол кездегі болған шын жағдайды айтып отырмын. Өлген генералиссимус пен фельдмаршалдан тірі генерал артық деген сөз емес бұл. Сен түсін мұны. Әйтпесе Бауыржанда жағымпаз екен деп жазып қойып жүрерсің бір жерде. Жоқ, одан аулақпын. Жақпасаң да жағымпаз болма. Мен осының кісісімін. Ал Чистяковты сәл-пәл Суворов пен Кутузовқа ұқсатсам, оның адал еңбегіне берген бағам бұл. Одан Суворов пен Кутузовтың ештеңесі кеміп қалмайды. Олардың есімі отандық тарихымыздың төрінде бірі ұлы, бірі данышпан қолбасшы ретінде мәңгі жарқырап тұра береді. Ал Чистяков ұлы да данышпан да қолбасшы емес. Ол небары адал коммунист, отанның қажырлы солдаты ғана. Сондықтан да ол осы ғаламат қиын іске иығын тосты. Өзің ойлашы. Даған мыңдаған адамның тағдырын қолыңа ұстатып, мына темір коридорға кірді. Оның ар жағындағы темір қабырғасын тесіп өттесе, барар ма едің, бармас па едің? Бұйрық болғаннан кейін барсаң барарсың да, бірақ адамдардың обалына қалмай, оларды әрі қарай алып шығаласың ба жоқ па? Әңгіме осында ғой. Сондықтан да ол осы 200 шақырымдық жорықта солдаттармен иықтіресіп қатар жүрді. Әрқашанда алдыңғы шептен табылды. Қай жерде қиыншылық сезілсе, ол жерге шапқылап өзі барды. Түнде түні бойы көзілместен отырып, қолға түскен тұтқындардың берген жауаптарын тыңдады. Оның шындығын барлаушылардың жау тылынан әкелген ақпарларымен салыстырды. Өстіп, көрер таңды көзімен атқызып, ертеңгі ұрыстардың дұрыс шешімін табуы қателеспеу керек. Мұнда сағат сайын сөйлесіп, кеміңді көрсетіп, жөніңді түзеп беріп отыратын майдан немесе армия командашысы жоқ. Сол екеуінің ойлайтын жалғыз ойлап, олар қабылдайтын шешімді жалғыз табуың керек. Ал Чистяков болса, мұз жарғыш кеменің капитаны іспеттеніп жан-жақтан төбеден жауған оқ астында қасқая қарап тұрып дивизияны ұрыспен алға бастады. Қасымда командашы жоқ деп қысылмады. Оның есесіне ол қарамағындағы офицерлермен үзбей ақылдасып отырды. Кейде ол бізге қарап, менің кіші академиям сіздер ғой, ал сіздер не айтасыздар деп әзіл тастап, күлімдепті қойушы еді. Олай дейтіні Иван Михайлович бас штабтың академиясында оқып жүргенде соғыс басталып кетіп, содан майданға келген кісі ғой. Міне осы жорық кезінде солдаттар мен офицерлер оны екінші Панфилов деп атады. Панфиловтың атына дақ түсірмей, оның дәстүрін дивизия арының туы деп біліп жоғары көтере ұстатты. Чистяков оны тағы бір даңқты жолға бастады. 1 февральда дивизия Валдай Старая Русса тас жолына шықты. 3 февральдың екпіні атты кісіні құлатарлық боранды түнінде 1075 және 1073 полктардың алғы батальондары тас жол бойындағы немістердің алғы шебіне жетті. Олар кідірместен ұрысқа кірісіп, Балагоя Старая Русса темір жолын кесіп тастады. Осыдан кейін Красикове, Брагина, Козырева, Пильшева сияқты ондаған деревняларда осындай қиян-кескі ұрыстар болды. Олардың бәрінен немістерді сырғата айдаумен келіп, дивизия жаудың Старая Русса қорғанысын талқандады. Арабура жығылған өркештері салаңдап, енді Холмға қарай қашты.
оны қақпылап, қуалай отырып 200 километрлік ерлік жорығын аяқтап, Қолым қаласының түбінде Калин майданының 3-ші екпінді армиясына келіп қосылды. Ең алғаш Нахабино селосында көрісіп, қауышқаннан кейін, осы жорық үстінде мен Чистяковпен бірнеше рет кездестім. Дивизия ең алғаш дұшпанның шебін бұзып, жолбарыстай атылып, жау тылына өтертіні, біздің полктың алдына қойылған міндет Ново-Свинохово қыстағын басып алу еді. Немістерді маңдайдан және екі бүйірден соғып, қатты ұрыстан кейін тақты тартып алдық. Оқ атылған жерде өлім аз болмайды. Қыстақта қаперсіз жатқан немістер қатты қырылды. Азын-аулақ бізден де шығын болды. Таңата немістердің ең соңғы тобын деревня аузынан желкелеп шығарып жатқанымызда кенеттен генерал келіп қалды. Тұлғасына қиыр шығыстан көзім қанғандықтан басына солдат құлақшынын, үстіне қоңырқай шинель киген, аяғында қалың ұлтанды шаруа етігі бар орта бойлы, қығыршық денелі 4 адамның генерал Чистяков екенін бірден таныдым. Жан-жағына жеті көз салып, асықпай аяңдап келе жатқан генералдың алдынан шығып рапорт бердім. Полктың бұйрықты уақытында орындап, қыстақты алғанын айттым. Шығын жоқ па, деді генерал. Азын-аулақ бар, жолдас генерал. Комдив қабағын шытты. Бұл жауабыңыз маған ұнамайды, деді ол. Азын-аулақ емес, бірде жауынгерден айырылмауыңыз керек. Біз өрш ауылға тойға кетіп бара жатқанымыз жоқ, жолдас капитан. Біз қалың жаудың ортасына кіріп, ойран салуға кетіп барамыз. Қазір осы деревнядан ілгері аттағаннан кейін, жол тарта топырақ сүзген бульдозердің ізіндей болып, артымызда тар коридор пайда болады. Корпус біздің соңымыздан ілесе сол коридорға кіреді, өзге құрамалардың күшімен екі жақ бүйірімізді шегендеп отырады. Біздің міндетіміз корпусқа жол ашып, тоқтаусыз ілгерілей беру. Ол үшін бізге өз күшімізді сақтай білу керек. Өйткені бізге сырттан келіп қосылар бірде солдат болмайды. Кінәлімін, жолдас генерал, дедім мен, комдивтің орынды ұрысқанына өзге жауап таба алмай. Сіздің кінәңіз мынада, жолдас Момышұлы. Сіз жауда жалынғандай боп деревнядан қолынан бір-бірлеп жетектеп шығардыңыз. Сіз құтқарып қоя берген жау ертең алдыңыздан шығып, рақым жасайтындай көрдіңіз. Фашистерден бізге ешқандай рақым болмайды. Ондықтан оларды қоршап алып, құртып жіберуіңіз керек еді. Ақылымыздың жеткен осы болды, жолдас генерал. Мен жіберген бір топ әскер мына қалың қарда омбылап жаудың желкесіне шыққанша таң атып кетеді деп ойладым. Генерал көзін шүйре қалып, жау кеткен жаққа назар салды. Оның ойланғанда өстетінде маған бұрыннан мәлім. Содан кейін сәл басын изетті. Шығынсыз соғыс болмайды ғой еді. Бірақ оның орынды орынсыз деген екі түр болады. Әрине, біз үшін соның екеуінің де болмағаны жақсы. Мен сондықтан айтып жатырмын. Мына қалың қарда қоршау қиында болған шығар, бірақ болашақта осы әдісті кең қолдануымыз керек. Жауды қоршап алып құртып отыру қажет. Осы есіңізде болсын. Бүгінгі ұрысты өзіңізге бір сабақ деп қабылдаңыз. Келесі жолы одан қорытынды шығаратын болыңыз. Генералдың маған жорықта жасаған бірінші ескертпесі осы болды. Бұған мен шамданғаным жоқ. Қайта ақылын айтқан үшін разы болып қалдым. Бәсе, бұл кісі осындай адам болса керек еді ғой деп көңілденіп, полкымды ілгері қарай бастадым. Сөйтіп, жаудың тылында жортып келе жатырмыз. Кей күндері бірнеше қыстақты бірден алып жібереміз. Қолға түскен тұтқындардың айтуына қарағанда, немістер қатты үрейленіп қалса керек. Бір взвод немесе рот емес, өздерін бақандай бір дивизия бұл сұртына шығып алып желкелеп келе жатса қалай қорықпасын. Оның үстіне бұл Москва түбінде атағы жайылған 8-ші гвардиялық дивизия екені, олардың тіпті зәрелерін алады. Жолдағы гарнизондар мен бөлімшелердің осы маңда зоопарктан шығып кеткен арыстан жүрекен деген қорқынышты хабар естігендей, аза бойлары қаза тұрады. Тақтаныңдар, Панфиловтың тағы дивизиясы келе жатыр деп, олар жан-жақтарына жар салады. Москва түбінде немістердің аузын әлден ершет, қан жалатқандықтан фашистер біздің дивизияны осылай тағы дивизия деп атаған ғой. Олар біздің артымызда бүкіл корпус келе жатқанын, біздің дивизия сол корпустың авангард екенін қайдан білсін. Осылай
Жолдағы жаумен жағаласа жорық жасап келе жаттық. Бірнеше қатерлі күндер мен түндер өтті. Алғашында шашырай жүреміз деп шаршауымыз көп болып еді, артынан оның да әдісін таптық. Алға шаңғы мінген шолғыншыларда, ақ маска халат киген осқаулшыларда жөнелткеннен кейін колонна болып жаяулар қозғалады. Жаяулардың алдына саперлар шығып, колонна өтетіндей етіп жолда кездескен ағаштарды кесіп отырады. Колоннаның алдына кезекпен 8 жауынгер шаңғысыз қатарласа шығып, қалың қарды омбылап із салады. Олар кезекпен 100-200 метр сайын алмасып отырады. Одан артыққа адам шыдамайды. Нелер атпал азаматтардың 100 метрден кейін бұлар бұрқырап шыға келеді. Одан кейін оларда жаңа жігіттер алмастырады. Олар шаршаған кезде полк комсоргі Балтабек Жетпісбаев бірнеше жігіттерді ертіп алып алға өзі түсушеді. Балтабек дегеніңіз таудай кісі. Қалың қарды бұрқыратып, аршындай адымдағанда қайраттың көкесін сол көрсететін еді. Қасындағы жігіттері де одан қалыспайтын. Кейіннен білдім, Балтабек сонда Төлеген Тоқтаров, Жұмажан Батталов, Жүніс Нұрбосынов, Қайырбек Жүнісов сияқты бірнеше ер жігіттерді қасына ертіп алған екен ғой. Ол жігіттер қалың қарда малтығып келе жатқан колоннамыздың басы ғана болған жоқ. Ол жорықтағы абыройымыздың да алды болды. Олардың көпшілігі осы жорықта ерлікпен қаза тапты. Сол сияқты Мәлік бастаған шаңғышы автоматшылар тобы колоннаны қызғыштай қорғап, біресе алға, біресе артқа ұмтылып жұлдыздай атты. Шынында да солардың бәрі айналып кетейіндер жұлдыздай жарқырап тұрған жандар еді. Көпшілігі қыршын кетті ғой есілерлердің. Орман ішінде полкты бастап келе жатып, генерал шақырады деген хабар алдым. Ақбоз атты ызғытып, Васильева қыстағындағы генерал отырған үйге келдім. Кірсем, генерал картаға қатты үңіліп қалған екен. Келгенімді айтып сәлем бердім. Генерал адъютантына ас алдырды. Осы күнгі жастардың үстелге отырғанда кітабын ала келіп, астан андасам бір алып, кітапқа қадал отырып тамақтанатын сияқты. Комдивте біресе шай ұрттап, біресе картаға қараумен болды. Одан соң ол менің назарымды да картаға аударды. Мынау Демянск деген қала, деді генерал картаны саусағымен нұсқап. Біз жаудың 16-шы армиясын осы қалада қоршауға түсіруді көздеп келе жатырмыз. Ол үшін біз қолымға солтүстіктен Калинин майданының әскерлері оңтүстіктен келіп тоғысуы тиіс. Сөйтіп, қолымда қаптың аузын буымыз керек. Ол арғы міндет. Ал бергі міндет қолымға тез жету. Жолдағы қыстақтарда жау тепкісінен азат ету. Бірақ мынау Соколова деген деревня 2 күннен бері дивизияны Шаужайдан алыстап тұр. Олай болатын жөні бар. Бұл Холм тас жолын жағалай бірнеше километрге созылып жатқан көл деревня. Бұл деревня кімнің қолына көшсе, тас жол соған қызмет етеді. Сондықтан да немістер бұл деревняны қорғауға СС, Кубас сияқты ең таңдаулы бөлімдерін төгіп отыр. Және сол себептен де жау біздің төбемізден самолеттерін қаптатып бас көтертпей жатыр. Соколованың ар жағында мына бір Трошкова деген деревня тұр, деп комдив оны тағы да саусағымен түртіп көрсетті. Бар гап меніңше осында ғой деп ойлаймын. Сіз қалай деп есептейсіз? Әрине жолдас генерал, дедім мен. Екі ортада күре тамырдай боп мына бір жол жатыр екен. Ең алдымен сол күре тамырды қию керек болар. Дұрыс айтасыз, деді генерал қуана бас изеп. Алдымен Трошкованы құрту керек. Сонда бұл күре тамырмен Соколоваға қарай ағатын хан тоқтақ болады. Бұл үшін Соколованың мына жақ сыртын айналып барып таң атқанша Трошкованы алу керек. Бұл қиын міндетті, күштерің аз болса да сіздің полкқа жүктеймін. Сізге беретін бұйрығым осы. Бұйрықты алып, орман ішінде немістерді қаржамала қадағалап жатқан полкқа келдім. Полк комиссары Ахметжан Мұхамедияровты батальон командирінен шақырып алып, қысқаша ақылдастықта Балтабекті жігіттермен тағы да колоннаға паровоз қып, жегіп дереу ілгері жүріп кеттік. 15 шақырымдай қалың қарды сызып отырып, түс ауа орманның Трошковымен жанасатын өкпе тұсына келіп іліндік. Олардан дереу жан-жаққа адамдар жөнелтіп, барлау жасауға кірістік. Барлаудың қорытындысында мынадай жай анықталды. Соколоваға қуат болып тұрған жалғыз Трошкова емес екен. Трошкованың сыртында тағы Баркловица, Трухова, Кашина, Конфина деген қыстақтар жатыр.
Ол төртеуінің ортасында тіреудей сорайып Бородино деген бір дәу деревня және тұр. Біз алғашында тек Трошкованы ғана аламыз деп келген едік. Бұйрық бойынша солай етіп қана қоюымызға болады. Бірақ жалғыз Трошкованы алғанмен іс бітпейді. Онда полкқа мына 5 қыстақ 5 жақтан ауыстырылады. Токоловодан кейін ырғыған жау сені және жаныштайды. Сондықтан генералдың бұйрығына түзету жасап, осы 6 қыстақты бірден алу керек пе? Бұл қиын міндетті, күштерің аз болса да сіздің полкқа жүктеймін деді генерал. Бұл оның санмен емес, санамен алыңдар деп бізге сенген еді. Еніп тапсырған істі адалғы орындау абырой, ол үшін 6 қыстақты бірдей алу керек. Оған күшіміз жете ме? Генерал жауды қоршап құртуды дивизияның бірінші парызы болсын деді. Бар күшпен Трошкованы ғана алып қана қойсақ, басқа 5 қыстақ және жаныңды қоймайды. Сондықтан аз күшпен болса да осының 6-ын бірден алу керек. Нар тәуекел демейтін беді атам қазақ. Халық сөзінде қапы жоқ, нар тәуекел. Полкқа бұйрық осылай берілді. Өзіңді өзің өлімге қидың ау Бауыржан, мұның қатал бұйрық болды ғой деді комиссар. Басқа жол жоқ, Мадияр дедім мен. Күшіміз аз ғой, бір батальон артта қалды. Айтқан бұйрық аққан қылыш сияқты, оны бәрібір тоқтата алмайсың. Тасқа тиеме, басқа тиеме, қылыш оны артынан бірақ көреді. Бұйрық берілгеннен кейін оны орындау ғана қалады. Енді соған кірістік. Полктың қалған күшін 6-ға қақ бөлдік. Әр бөлікке Мұхамедияров, Гундилович, Трофимов, Мамонов, Жетпісбаевты баш етіп белгіледім. 6 қыстақтың ішіндегі алабы Бородино болғандықтан, капитан Гундиловичтің қасына политрук Мәлік Абдуллиннің автоматшылар ротасын қосып бердім. Сағат түнгі 2-де полк топ-топқа бөлініп, қаруларын серт ұстап, орай соққан ақ боранда арқаларына жамылып, әр топ өзіне тиісті қыстаққа қарай тартып берді. Жолдарың болсын, батырларым, бауырларым, 2 февральдың бұл түні сендердің атақ абыройларыңды арттырсын, бірақ сендердің өмірлеріңнің ақтық түні болмасын. Бұл түнде ақ қардың үстіне қызыл қандарың төгіліп, қаза жегер азамат болса, қандарыңды қарыз қып менің мойныма жүктемеңдер қарақтарым. Үйегім шашылып қалғанша мен сендердің қасыңдамын. Осы қараңғы түнде сендерге ілтелер найзаға кеудемді қоса тостым. Мінекей деп іштей тебіреніп тұрдым да, дыбысымды сыртқа шығармай тістеніп, 6-шы топты бастап Трошковаға қарай өзім жөнелдім. Бұл міндетті полктың алдына қойылған өзге міндеттер де абыроймен орындалды. Дивизия тұтас өз борышын абыроймен іске асырып, 1942 жылдың 14 февралінде оңтүстік жақтан орай шабуыл жасап келе жатқан Калин майданы әскерлерінің 33-ші атқыштар дивизиясымен келіп қауышты. Міндет абыроймен орындалды деген сөз айтуға ғана оңай. Адамға абырой тыныштық күндерде тек тер мен еңбекпен ғана келеді. Ал соғыста тер мен қан қоса төгіліп барып абыройға жетесің. Демек, бұл жорықта да солай болды қарағым. Көптеген асыл азаматтар отан үшін опат болды. Абыроймен деген сөзді сен осылай түсіндір оқушыңа. Сонымен үнемі 8-ші гвардиялық дивизияны алдына авангард етіп ұстаған генерал Лизиков бастаған біздің 2-ші гвардиялық корпус жау әскерлерінің Демянск тобын қоршауға алған атақты жорығын аяқтап келіп, марттың аяқ жағында Холм қаласының түбінен ірге тепті. 1941-1942 жылдарда Совет армиясының аса маңызды 23 шайқасы болды. Оның 9-шысы 1941 жылғы октябрьдегі Москваның шалғай шебіндегі қорғаныс шайқасы, ал 10-шысы 1941 жылғы ноябрь-декабрьдегі Москваның таяу шебіндегі қорғаныс шайқасы деп аталады. Ал соның 17-шісі Совет әскерлерінің 1942 жылғы январь-апрельдегі Демянск шабуылы операциясы. Біздің дивизия осы 23 шайқастың үшеуінің жуан ортасы емес, қасқа маңдайында болды. Алғашқы 2 шайқасқа қатысқан үшін Қызыл ту орденімен наградталған дивизияға 17-ші шайқастағы ерлігі үшін Ленин ордені берілді. Алғашқы 2 шайқаста оны генерал Панфилов басқарса, соңғы шайқасты генерал Чистяков бастады. Ал корпусымыздың командирі болған генерал Лизиков кейіннен Воронеж түбінде танк армиясының қолбасшысы болып жүргенде қаза тапты. Автор.
Өлеген Тоқтаров пен Мәлік Ғабдуллинді Совет одағының батыры атағына ұсыну документтерін кім даярлап, кім қол қойды? Бауыржан. Мен, генерал Панфиловтың сенімді серіктерінің бірі, біздің дивизиядағы қадірлі ақсақалымыз полковник Илья Васильевич Капровтың полкынан Москва түбіндегі ұрыстарда 29 Совет одағының батыры шыққан еді. Саяси жетекші Василий Георгиевич Плачков басқарған 4-ші ротадан шыққан 28 батыр және 6-ші ротаның саяси жетекшісі Петр Борисович Вихрев. Бұл да өзіміздің жерлесіміз. Алматы облысы Шелек ауданының тумасы болатын. Оларға Валдай Холм жорығында осы екі батыр қосылды. Сөйтіп, бұл жаяу әскер дивизияларының ішіндегі батыр ең көп шыққан полктардың не бірі, не өзі болды. Менің 1075-ші полктегі ең соңғы қызметім осы екі азаматты батыр атағына ұсынып, қол қойып қағаздарын жоғарыға жөнелтумен тынды. Автор. Өйткені сіз 1942 жылы 23 февральда мынадай бұйрық алдыңыз ғой. 1075-ші атқыштар полкі командирінің орынбасары капитан Момышұлына. Осыны алысымен сізге дивизия командирі 1073-ші полкты қабылдап, оның командирі қызметіне кірісуге бұйырды. Штаб бастығы полковник Серебряков. Дивизия военкома батальон комиссары Фролов, 4-ші бөлімнің бастығы 2-ші рангылы интендант Ревякин. Бауыржан. Иә, автор. Мұндағы 3-ші боп қол қойған интендант Ревякин Чистяковқа дейінгі ковдифтеріңіз емес пе? Бауыржан. Жоқ. Генерал-майор Василий Андреевич Ревякин Кремльдің және Москваның бұрынғы әскери коменданты болатын. Егі әскери дипломат, соғыстың жайын білмейтін қала генерал еді. Сондықтан ол кісі біздің дивизияда 1941 жылдың 1 декабрінен 1942 жылдың 15 январына дейін ғана командир болды. Одан кейін басқа қызметке ауыстырылды. Автор. 8-ші гвардиялық дивизияның жау тылындағы сол атақты жорығын баяндай келіп, генерал Чистяковтың не деп жазғанын оқиын ба? Бауыржан. Оқығын. Автор. Генерал Чистяков бұлай деп жазады. Олым бағытында шабуыл жасай отырып, дивизия жаумен жағаласқан ұрыс үстінде 200 километрден астам жол жүрді. Сөйтіп, Замостье, Лисичкина, Чамовка, Пустынки вторые шебіне шықты. Дивизия бұл ұрыстарда дұшпанның жекелеген гарнизон бөлімдерін жойып қана қойған жоқ. Онымен бірге оның қолымға өткізбеу үшін жасаған бөгетінің бәрін талқандады. Бұл арада 1073-ші полктың және оның командирі Бауыржан Момышұлының, сол сияқты полктың жігерлі батыл комиссары Логвиненконың еңбегіне тиісті баға бере кеткен жөн. Тарай Русса қолын тас жолын бойлай жасаған бұл жорықта полк қиын жағдайда қалғанына қарамастан дұшпанмен жекпе-жек шайқасып, оның қорғаныс шебін күйрете алға басып отырды. Қақаған аяз да, қалың қар да оған бөгет бола алған жоқ. Февраль мен мартта дивизия 250-ден астам ел мекенін жаудан тазартып, дұшпанның 5000-нан астам солдаты мен офицерін, 20 танкін, 1000-дай автомашинасын, 100-деген зеңбіректер мен пулеметтерін жойды. Осы бір қаһармандық жорықта Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизияның жауынгерлері отан үшін қаншама ерліктер жасады десеңші. Олар мыңдаған ерлік істеді. Бауыржан. Рас. 2 айға созылған бұл жорықтың алғашқы 23 күнінде мен 1075-ші полкты басқардым. Капров тәуір болғаннан кейін оған өз полкын өткіздім. Илья Васильевич әкемдей тебіреніп бетімнен сүйіп, полктың атынан рахмет айтып, мені қолтығымнан алып, Ақбоз аттың үстіне өзі аттандырып мінгізді. Мадияр мен Ахметжан Мұхамедияровты осылай атаушы едік. Мәлік пен Гундилович пен Трофимов пен Мамонов пен Балтабек пен бәрімен қоштасып, тумаса да туғандай боп кеткен полкты, туыстай боп кеткен адамдарды артқа қалдырып, атқошым Николай Пинченко екеуміз туған үйіміз іспетте саналатын
Талғар полкіне қарай тартып бердік. Сол 23 февральдан бастап атақты жорық аяқталғанға дейін, одан кейінде көп уақытмен 1073 полктың командирі болдым. Чистяков менің осы 2 полктегі қызметімді бірақ үйінде айтқан ғой. Автор: бірден полкқа бардыңыз ба? Бауыржан: жоқ. Чистяков алдымен маған соқ, одан соң Лизюковке барамыз деген еді. Автор: бардыңыздар ма? Бауыржан: бардық. Лизюков өте бір сүйкімді де сыпайы кісі екен. Бар өмірін танктың болат қорабының ішінде өткізіп келе жатқан адам дейтін емес. Ол кісі танк әскерлерінің генералы болатын. Тура өзіміздің Сарыарқаның сарбаз ағаларының бір сияқты еді. Сіз туралы маған Иван Михайлович толық айтты, деді генерал жадырай сөйлеп. Сіздің Москва түбіндегі еңбектеріңізбен де, осы жорық үстіндегі жұмыстарыңызбен де таныспын. Бұл аз десеңіз, мына Иван Михайловичпен сонау қиыр шығыста бірге болғаныңызды да білемін. Сізді полк командир етіп тағайындау туралы бұйрыққа қол қойып қойдым. Осы уақытқа дейін полктың заңсыз командир болып келсеңіз, енді заңды командирісіз. Менің сізге қоятын көп сұрағым жоқ, тек өзіңізбен жүздесейін деп қана шақырдым. Еніміңізге рахмет, жолдас генерал. Неше рет қоршауда қалдыңыз, жолдас майор, деді Лизюков менің бас аяғыма көз жүгіртіп өткеннен кейін, әлдене есіне түскендей ойлана қалып. Жүзі жылы, өңі сүйкімді, өте бір парасатты кісі екен. 5 рет, жолдас генерал, дедім мен. Өз күшіңіз, өз ақыл ойыңызбен бе, әлде сізді құтқарып алды ма? Батальонның қаруымен, жігіттердің жігерімен, өзімнің ойыммен, жолдас генерал. 5-еуінде де ме? Дәл солай, 5-еуінде де. Міне, сіздің бір басыңызда қаншама қазына жатыр. Бұл кезде ол менімен емес, өзімен өзі сөйлесіп кеткендей болды. Мұндай ғажайып қазыналар қаншама десеңізші. Қоршауда қалудың қазыналығы шамалы ғой, бұл кісі нен ойлап отыр екен, дедім ішімнен. Соғысты қай жерден бастадыңыз? Москва түбінен, жолдас генерал. Шекарадан шегіну мектебінен өтпеген екенсіз ғой. Өткенім жоқ, жолдас генерал. Оқасы жоқ, деді генерал, саусақтарымен өлді тақылдатып. Москва түбіндегі ұрыстар өз алдына өзгеше мектеп. Осыдан кейін ол менің бетіме тіке қарады. Тікендей қадалатын, немесе өңменіңнен өтетін көз емес. Өн бойыңды рентген сәулесі сияқты әлде бір жылы нұрмен жарқырата шолып өтетін өзгеше бір жұмсақ көзқарас екен. Кеудесінде жарқыраған алтын жұлдызы ол да жанға жылу таратқандай әсер етеді. Жаңылмасам, жаңа сіз жігіттердің жігерімен деген сөз айттыңыз-ау деймін. Генерал жігіттердің деген сөзді сәл бұзыңқырап айтты. Тегі ол жауынгер деген сөздің баламасы болар деп ойлаймын. Дәл айттыңыз, жолдас генерал. Қазақша жігіттер дегеннің мағынасы орысша жауынгерлер деген сөз. Рахмет, жолдас майор. Онда мен қателеспеген екенмін. Осылай деп сәл ойланып алды да, Лизюков сөзін әрі қарай жалғады. Ал ешбір есепке көнбейтін, ешбір санаққа сыймайтын нәрсе адам жанының жігері ғой. Қиын қыстау кезеңде бір солдаттың бойынан шыққан бір тамшы жігер 1000 солдатқа жол ашады. Ал 1000 солдаттың, айтайық, полктың жігері көл іспеттес, ал дивизияның жігері теңіз боп толқиды. Солдат жігерінен шақпақтан ұшқын шашыратқандай етіп жігер тудыратын кім? Командир ғой, солай емес пе? Мен басымды изедім. Дәл солай, жолдас генерал. Командир мен комиссар. Лизюков жымиып басын изеді. Дұрыс айтасыз. Мен командир дегенде саяси қызметкер екеуін қосарлай есептеп отырмын. Осыдан кейін генерал алғашқы ойын қайтадан жалғастырды. Ал солдат жүрегі шақпақ. Бірақ шақпақ өзінен өзі от бермейді, оны тұтату керек. Және де шақпақтың ұшқыны құрғақ білтеге түссе ғана тұтанады. Командир бір шақпақты ғана емес, 100 шақпақты, 1000 шақпақты, тіпті мыңдаған шақпақты тұтатуы тиіс. Ол үшін ақыл, қайрат, адалдықтың үстіне командирге қаншама жалын, шер шығатқан, шерақтық дамыл таппайтын мазасыздық жағдайға қарай жол таба білетін ой өріс өте керек десеңізші. Генерал Лизюков осыларды айтып тоқтады да кенеттен маған сұрақ қойды.
Бастан кешкеніңізді баяндап қағазға түсіре аласыз ба? Қойын дәптерге түртіп жүргендерім бар, жолдас генерал, дедім мен. Бұрын жазу жұмысымен айналысып көрген жоқ па едіңіз? Соғысқа дейін ептеп өлең жазатын едім. Өлең, деп генерал мырс етті. Бұл менің соғысқа дейін өлең жазғанымды ұнатқаны не ұнатпаған екенін аңғара алмадым. Одан соң қасқа басын сәл шұлғып отырды да сөзін қайтадан жалғады. Соғысқа дейін өлең жазсаңыз, соғыстан кейін өнеге жазу керек болады, жолдас майор. Өнеге деген сөзге екпін бері айтты. Менің ойымды түсіндіңіз бе? Жобалап тұрмын, жолдас генерал. Жобаласаңыз солай. Соғыс бүгін қисапсыз қан төгіп шексіз шығын болғанымен кейінгі сабақ, бүгінгі өлшеусіз өлім болашаққа өлмеудің өнегесі. Сонау ақ теңізден анау қара теңізге дейін қиян кескі соғыс болып жатыр. Бұл өзі бір жағынан мол тәжірибе де, дүние жүзі соғыс тарихында мұндай тәжірибе болған емес. Шегінісіміз де, қорғанысымыз да, шабуылымыз да тәжірибе, болашаққа қазына. Ендеше ол тәжірибенің бір дәнін жерде қалдырмай жинап алып, кейінгі ұрпақтың ризығына беру бұл соғысқа қатысқан үлкенді кішілі командирлердің қасиетті парызы. Сіз жазатын адам болғандықтан осы есіңізде болсын деп жатырмын. Түсінікті ме сізге? Түсінікті, жолдас генерал. Иван Михайлович, бұл әңгіменің сізге де қатысы бар, деді корпус командирі Шестяковқа мойын бұрып. Құп, жолдас генерал, деді Шестяков. Алдымен жауды жеңіп алайық, содан соң жазу қашпас. Маған сұрағыңыз бар ма? Деді генерал Лизиков бетіме жылы жүзбен қарап. Сұрағым жоқ, жолдас генерал. Онда жолыңыз болсын. Мен сізге, сіздей адамдарға әрқашанда тілектеспін. Табыстан табысқа жете беріңіз. Жаңаға айтқанды да ұмытпаңыз, деп Лизиков арқамнан қақты. Осы күнге дейін кейде орыс генералының сондағы өзіме мейірлене қарап тұрған келбеті көз алдыма келеді. Оның алақанының табы әлі күнге дейін арқамда тұрған сияқтанады. Өйтсем, генерал Лизиковтың өзі де соғысқа дейін өлең жазған кісі екен. Әскери әдеби еңбек жазумен де шұғылданыпты. Соғыс кезінің қиыншылығына қарамастан ол өз тәжірибесін қағазға да түсіріп жүріпті. Мұны мен артынан білдім. Одан бірнеше күннен кейін генерал Лизиковтың әскери баспа шығарған кітапшасы қолыма тиді. Онда генералдың әскери барлау және шабуыл ұрыстар деген екі еңбегі жарияланған екен. Автор: Шестяковпен бұдан кейін неше рет кездестіңіз? Бауыржан: бірнеше рет. Демянск шайқасы аяқталғаннан кейін 1942 жылдың апрелінде генерал Лизиков танк армиясына командашы болып кетті да, оның орнына 2-ші гвардиялық корпусының командирі болып генерал Шестяков тағайындалды. Ал генерал Лизиков ол жылдың июлінде Воронеж түбінде қайғылы қазаға ұшырады. Автор: Константин Симоновтың «Дружба народов» журналында жарияланған соғыстың әрқилы күндері деген күнделігінде Лизиков деген фамилия 2 түрде айтылады. Осы сол Лизиков емес пе, бауке? Бауыржан: сол, Александр Ильич Лизиков. Білгің келсе ол кісі туралы толығырақ айтып берейін. Автор: әрине, Бауыржан. Соғыс адамзат өмірінің ұлы трагедиясы. Соғыс адам жанын қинайтын ең ауыр, ең ащы азап. Соғыс тірілердің тамығы тозаққа айналған күндер еді ғой, ол қарағым. Александр Ильич Лизиков соғыстан бұрын Фрунзе атындағы әскери академияны бітірген, ауыр танктер бригадасының командирі болған, ол кездің өзінде Ленин орденімен наградталған көрнекті командирлердің бірі болатын. Соғыс басталған кезде демалыста жүрген Лизиков дереу әскери эшелонмен өз құрамасы тұрған Ленинск қаласына қарай сапар шегеді. Эшелон Борисов қаласына жеткенде ар жақтан немістер келіп қалады. Осы арада полковник Лизиков офицерлерді ұйымдастырып, әскер құрап, Борисов қаласын қорғау ісін ұйымдастырады. Жоқтан бар, бардан батыр жасайды. Сөйтіп, ол топ 26-шы июньнен 8-ші июльге дейін жауды бөгіп, қалаға кіргізбейді. Шегініп келе жатқан Қызыл армия бөлімдерін өткізбеу үшін немістер Борисовтың іргесіндегі Березина өзеніне салған көпірді бірнеше рет бомбылайды. Лизиков қарамағындағы адамдарға ол көпірді қайта қалпына келтіртіп, ақыры біздің әскерлерді бері қарай өткізіп алады. Осы еңбек үшін Лизиков отан соғысында ең алғаш
ер атанғандардың бірі болып, Совет одағының батыры атағын алады. Содан кейін Лизиков Москвалық бірінші мотоатқыштар дивизиясының командирі болып, октябрь-ноябрь ұрыстарында Москваны жаудан Нарфаминск жағынан қорғасты. Осы еңбегі үшін ол дивизия Совет гвардиясы атағын алған 8 құраманың бірі болды. Екіншісі біздің дивизияды. Лизиков пен Панфилов ең алғашқы гвардияшы комдивтер еді. Әкеңмен құрдас, еңдес адамды өзіңнен өзің жақын тартып, жақсы көретінің болмаушы еді. Лизиковты біз осы жағынан да жүрегімізге жақын тартатын едік. Осыдан кейін Лизиков корпус командирлігіне жоғарылатылады да, одан армия командышылығына кетті. Осылай деп Баукең бөгеліп қалды. Автор. Имановтың күнделігінен сол генералдың өлімі жайында оқығанда төбе шашым тік тұрып, көңілімді аяныш бір мұң кернеді Бауке. Сол жерін оқып берейін, тыңдайсыз ба? Бауыржан, оқығын. Автор. Күнделіктің 42-ші жыл деген бөлімінің 5-ші тарауында бұлай деп жазылған. Ол жақтан, яғни алық шептен, Майдан штабына қайтып келісімен-ақ мен байланыс офицерімен Лизиковке барамын деп келіскеннен кейінгі бірнеше сағаттан соң Лизиковтың опат болғанын білдім. Оның бір бригадасының жолын жау кесіп тастап, байланыс болмай қалыпты. Оның алдындағы күндерде ісі сәтсіз болып, есі шығып жүрген Лизиков, үздік создық болып арттан келе жатқан басқа бригаданың танктерін күтпестен өзінің төл танкіне мінетті, жалғыз КБ-мен жоғалған бригаданы іздеуге кетеді. 2-3 километр жүріп, бір орманның шетіне тақай бергенде, оның танкіне тасада тығылып тұрған неміс зеңбіректері снарядты жаудырып жібереді. Жалғыз башня атқышы ғана аман қалады, танктан шығып үлгеріп, қалың егіннің ішіне тығылады да, қираған танк ішінде қалған серіктерінің не күйге ұшырағанын өз көзімен көреді. Оның айтуы бойынша, фашистер танкты қоршап, өлгендердің, оның ішінде Лизиковтың да сүйегін сыртқа шығарады. Документке қарап, оның генерал екенін біледі. Жұпына айтылған бұл эпизодтан сол бір ашыныс күндеріне тән жалғыздық пен жан күйініші айқын аңғарылады. Бауыржан, сүйікті генералдың сүйегін жаудың қалай қорлағанын айтуға аузым бармай тұр еді. Имановтың айтқанының бәрі шын. Фашистердің бұл соғыста көрсеткен айуандығын айтып жеткізу қиын ғой қарағым. Баукең қабағын қатты түйіп, даусын қатайтып алды. Олар мыңдаған совет адамдарын тірідей көрге көмді. Ондаған мың жазықсыз жандарда газ пештерінде тұншықтырып өлтірді. 10 мың адамды тұтқын лагерлерінде аштан қырды. Миллиондаған ата-аналар, әйелдер, сәбилер, қарттар өмірде бірақ рет кездесетін ең асыл қазынасынан, ұл-қыздарынан, адал махаббатынан, әке-шешесінен, үрім-бұтағынан айырылып, қор боп, еңіреніп, зарилеп қалды. Ақ қара сары шаштарын қалың ормандай жайып аңыраған аналардың аш жүндері дүниедегі ең азалы симфонияға айналып, қабат-қабат болып тарихтың қаттарына шөкті. Мұны ешқашанда ұмытуға болмайды. Ешқашанда. Понятно тебе? Баукең соңғы сөздерді айтқанда қатты ақырып қалды. Мен елкете түсіп, қағаздан басымды көтеріп алдым. Батырдың 2 танауы қусырылып, түсі бұзылып кеткен екен. Мен сасқалақтап басымды қайта-қайта изей бердім. Біраздан кейін ол табасына түсіп, егін көтеріп, менің оң жағымдағы этажерканы нұсқады. Анау шеткер тұрған Вильгельм адам дегеннің кітабын алшы деді. Содан соң мен орнынан тұрып ақ шүберекпен тұсталған мұқабасында қиын шешім деген жазуы бар кітапты алдым. Оның қыстырма тұрған бетін ашшы. Қайта орныма отырып ашып қарасам, қыстырма кітаптың 370 бетінде тұр екен. Ондағы тараудың аты не? Жеңімпаздармен жүздесу делініпті Бауке. Ендеше соны аяғына дейін дауыстап оқып шыққын. Бұл 6-шы герман армиясы полковнигінің мемуарлары. Андағы жерде Совет армиясы Сталинградта қоршауға алған 6-шы армияның командашысы Паулюстың қолға түскеннен кейінгі жай-күй айтылады. Мен оқуға кірістім. Біз ағаш үйлердің бірінің алдына келіп тоқтадық. Менің көзім терезе жақтаулары мен шатыр маңдайшасындағы әсем оюларға түсті. Бізді алып келген Совет генералы үйге кіріңдер деді. Ауыз үйде шинелімізбен
Урашкаларымызды шешкеннен кейін бізді үлкен бөлмеге енгізді. Бұдан кейінгі күніміз не болмақ? Паулюс қоштасқан сияқты болып Шмидтке және маған қолын берді. Дегенмен Геббельс насихаты үйегімізге өзіміз ойлағаннан гөрі тереңірек сіңіп қалған екен. Совет генералдарының бірі Т. әрпі спирттендіріліп қойылған үстелдердің төр жағынан орын алды. Оның 64-ші армияның командашысы Шумилов екенін сол арада білдік. Оның қасына бізде әкелген генерал армия штабының бастығы Ласкин мен майор шеніндегі аудармашы орналасты. Бізге үстелдің ұзын жағындағы орындықтарды нұсқады. Оған дейін Шмидт маған: өз басымызға қатысты жайлардан басқа ешқандай мәлімет бермеуіміз керек деп сыбырлады. Маған мұндай сақтық жасау әрі артық, әрі қолай сияқты болып көрінді. Шумилов біздің командашымызға «Он Паулюс» деп сөз бастай беріп еді, ол «Мен дворян емеспін» деп тастады. Совет генералы оған шүбәмен көз тастады. Шені жайындағы сұраққа Паулюс «Генерал фельдмаршал» деп жауап бергенде, ол шүбә одан сайын күшейе түсті. Паулюс омырау қалтасынан солдат книжкесін алып Совет армия командашысына ұсынды. Ол аудармашымен өзара ақылдасты да жақсы деп жауап берді. Генерал Шумилов одан кейінгі әңгіменің орайында Паулюстың солтүстік қоршауға да тізе бұғу туралы бұйрық беруін ұсынды. Паулюс бас тартты. Ол қоршаудың Гитлерге тікелей бағынатынын тілге тиек етті. Ойпырай енді болар екен деп ойладым мен. Өйткені біздің насихатымыз орыстар айтқан талабын орындамағанның бәрінде қинауға салады деп бізді мүлде сендіріп тастаған ғой. Мен Совет армия командашысына үрейлене көз тіктім. Шумилов сабырлы күйде керлікпен сөз сабақтап отырды. Ештеңе де болған жоқ. Мен іштей осы таңға жайып қорытындыға келіп үлгергенше генерал орнынан тұрды. Майор оның соңғы сөздерін аударып жеткізді. «Фельдмаршалға айтыңыз, мен қазір оның тамақтанып алуын сұраймын. Одан соң ол майдан штабына барады». Шын айта ма? Совет солдаттары біздің шинелімізді киюімізге көмектесті. Біз толқып есік алдына шықтық. Басына милықты тері бас киім киген Шумилов бізді сыртта күтіп тұр екен. Ол соңымнан ілесіңдер деген белгі жасап, көшенің арғы жағына қарай беттеді. Шынымен біткеніміз бе? Мен жан жағыма көз тастадым. Жазалау командасы көрінбейді. Әлде ол анау генерал беттеп бара жатқан ағаш үйдің ар жағында тұр ма екен? Тіпті де олай емес. Шумилов енектің есігін ашты. Онда бір қартаң әйел қызмет етіп жүр екен. Орындықтардың ішіне ыстық су құйылған легендер қойылыпты. Әр легеннің қасында біз көрмегелі көп уақыт болған бір кесек нағыз сабын тұр. Жас қыз әрқайсымызға бір ақ орамал берді. Ну, жан рахаты болды. Көп күндер бойы біз еріген қар суымен беті қолымыздың кірін әрең жібітіп жүрген едік. Содан кейін бізді көрші бөлмеге кіруге шақырды. Онда не шалуан тағам қойылған үстел тұр екен. Шумиловтың шақыруы бойынша Паулюспен және Шмидтпен бірге үстел басына келіп отырғанда мен өз-өзімнен ұялдым. Большевиктерді қан ішер деп қалай алдаған десеңші бізді. Соған сенген біз қандай аңқау болғанбыз. Мен әскери тұтқын ретінде біздің армияның штабынан өткен Қызыл армияның бірнеше генерал туралы ойладым. Олар мен дұшпан жөнінде мәлімет жинауға жауап бер барлау бөлімінің бастығы ғана істес болды. Біз штаб офицерлері оларға бір ауыз сөз айтуды өзімізге ар көрдік. Елға жөнелтілер алдында ғана оларға жорық қазанынан бір той мас берілді. Тегі Шмидтке бізді жеңіп қолға түсірген Совет армия командашысының бұл серілік мінез құлқы ешқандай әсер етпеген болу керек. Ол маған былай деп сыбырлады: «Ішімдік ұсынса ішпеу керек, бізге у берулері мүмкін» деді. Бұл әрі жеркенішті, әрі зығырданыңды қайнататын қамқорлық еді. Мен Шмидтке көзіммен оны сездірдім. Егер оның сөзін генерал Шумилов ұғып қалса не болатын еді? Дәл сол кезде Шумилов былай деді: «Егер біз сіздермен басқа жағдайда таныссақ, егер мен сіздерді бұл жерде әскери тұтқын есебінде емес, қонақ ретінде құрметтеген болсам, маған әлдеқайда ұнамды болар еді». Осылай деп ол бәрімізге бір бөтелкеден арақ құйды. Генерал өзімен бірге біздің жеңімпаз Қызыл армия үшін ішуімізді өтінді. Оған жауап орнына біз
қозғалмастан отырып қалдық. Аудармашы оған ақырын бірнеше сөз айтқаннан кейін Шумилов жымиды да: "Мен сіздерді жәбірлейін деген жоқ едім. Сталинград үшін шайқасқан екі ер қарсыластар үшін шейіктеді." Бұдан кейін Паулюс те, Шмидт те, мен де рюмкамызды көтердік. Ашқарынға ішкен арақ лезде әсер ете бастады. Менің сәл-пәл басым айналды, бірақ бутербродтан бірнеше үзіп жегеннен кейін басымның айналған тоқтады. Паулюс пен Шмидт те тамаққа бас қойды. Генерал Шумилов пен біз бір сағаттан аса отырдық. Мен көрген, естігендерімнің бәрін есіме сақтауға тырыстым. Майор таза неміс тілінде сөйлеп отырды. Совет адамдарының гитлерлік системаны неміс халқынан жақсы ажырата білетінін мен бірінші рет естідім. Совет офицерлері бізді арада болған оқиғаларға қарамастан, совет адамдарының неміс жұмысшылары мен неміс ғалымдарына деген үмітін үзбегеніне сендірді. Сонымен бірге олар көптеген немістердің оларды Гитлердің өз мақсатына пайдалануына мүмкіндік бергеніне өкінетіндерін айтты. Паулюс жаралы, ауру, яғни өлімші болып қалған неміс солдаттарына көмек көрсетуді өтінді. Совет армия командашысы қолдан келгеннің бәрін істеуге уәде етті. Ол біздің тікелей өз міндетіміз деді. "Сіздің тағы да басқа тілектеріңіз жоқ па, фельдмаршал мырза?" деді Шумилов жүрер алдында. Паулюс сәл ойланды да: "Адъютантым полковник Адамды менің қасымда қалдыруды өтінер едім" деді. Генерал Шумилов офицерлерінің біріне бұйрық берді. Ол лып етіп бөлмеден шығып кетті. Осыдан кейін ол орнынан тұрып бізді жол жүруге әзір тұрған машиналарға ертіп әкелді. Ол бәрімізге қол беріп қоштасты да Паулюске: "Сіздің тілегіңіз орындалады" деді. Автомашиналар орнынан қозғала бергенде, ол жол шетінде тұрып бізге шес берді. Бұл шынында да нағыз ері қарсылас еді. Автор: "Бұл тарау бітті Бауке, Бауыржан, мінекей. Совет армиясының гуманизмін кешегі дұшпандарымыздың өздері де мойындаған. Гуманизмнен жұрдай гитлерлік қарақшы, жауыз армия тоз-тоз болып құрды. Дүние жүзінде Совет армиясындай гуманист армия жоқ." Баукең осылай бір тоқтады. Содан кейін менің қолымдағы бет ашық қалған кітапқа назар аударды да сөзін әрі қарай жалғады. Бұл кітаптың авторы полковник Адам. Паулюс армиясының штабында оперативтік бөлімнің бастығы болған, ал генерал-лейтенант Шмидт ол армияның штаб бастығы. Бұларға және басқа тұтқынға түскен неміс генералдарына Совет одағында жақсы жағдай жасалды. Соғыс біткеннен кейін олардың бәрі аман-есен еліне қайтты. Вильгельм Адам ГДРда министр болды. Одан кейін ұзақ жылдар республиканың қарулы күштерінде қызмет етті. Қартайғаннан кейін отставкаға шығып, осы кітапты жазды. Ал Паулюс еліне барып, соғыс біткеннен 12 жыл кейін өз ажалынан қайтыс болды. Осыдан кейін Баукең бір ойдан екінші ойға аттап түскендей боп сәл бөгелді де сөзін жалғады. "Әрине, адамның өлді дегеніне сенесің, бірақ өлгенін, табытта жатқан өлі денесін өз көзіңмен көрмеген адамдарың көңіліңе тірі күйінде елестейді екен. Қадірлі генералдарым Панфилов пен Лизиков маған солай көрінеді. Тірі болса, олар да отанға адал қызмет етіп, отандық әскери ғылымға талай тамаша еңбектер қосқан болар еді деп ойлаймын."